Бірде бір жігіттің бауыры ауырып, төсек тартып жатып қалады үйінде. Содан ауруханаға түседі. Ауруханаға түскесін түрлі ем шараларды қабылдайды. Түрлі ем шара қабылдап, ең соңында болмағасын дәрігерлер ауырып жатқан науқастың бауырын шақырып алады да ағайын туыстарына айтады ғой. Бұл жігітке ем қонбайды, бауыры іріп кеткен, бір 2 аптадай өмір қалды. Соған дайын болыңдар, біз қолдан келген бәрін жасадық деп ауруханадан шығарып жібереді. Үйіне келеді, үйіне келгесін ағайын туыстары жиналып, енді арғы дүниеге аттандыруға дайындық басталып кетеді. Ан жаққа айтып, ман жаққа айтып, адамдар ағайын туыстары келіп, көңілін сұрап, жаңағы жігітті бұл өмірден құдерін үзеді енді. Содан бір алыстан келген бір бауыры келеді, бұл аурудың емі бар дейді. Бауырларына айтады, қандай ем дейді. Қоянның ыстық қанын ішу керек дейді. Қоян деген түк емес қой дейді. Бір бауыры отырады да сол жерде кешке қарай қоянға шығамыз деп бір ауылдың шетіне шығып кетеді. 5-6 бауыры жиналып қоян аулауға. Ауылдың шетіне барып қоян аулауға түсіп кетеді түнге қарай. Онымен бет алып жүрген қоян жоқ қой, қоян таптырмайды. Содан қоян жоқ. Ауылға кетейік деп жатқан кезде бір жігіт айтады, сол ауылдың тұрғыны, қазір 12-ден кейін шығады қояндар жиналысы болады қазір деп. Содан сол жігіттің айтқанына көнеді. Айтқаны болады, 12-ден кейін қояндар көбейіп бастайды. Мерген жігіттер атып, 10 шақты қоян ұстайды, аулайды. Сонда маған негізі тірлей қоян керек еді дейді. Тірлей болса тірлей ұстаймыз деп қазір бір көлденен келген жігіт, бір бауыры жаңағы айла тәсілмен фонарикті былай жағып жарықты қоянды кеудесімен басып ұстап, тірлей ұстап береді. Бауырына жәшікке салып беріп жібереді. Мына қоянның жүрегін жарып өлтіріп алма, аман сау жеткіз бауырымызға деп. Қоянды алып ауылға апарып, бауырына сойып, қанын ішкізеді ғой, ыстықтай қанын. Енді жаңағы жігіттің айтуы бойынша сізге өтірік, маған шын дейді. Сол қоянның ыстық қаны өзі дұрыс қанда шықпайды екен дейді. Бір жарты кеседей қан шықты дейді, жарты стакандай. Сол қоянды ішкен соң, қоянның қанын ішкен соң, ағамның, бауырымның беті бері қарады дейді. Ертесі күні басын көтеріп, өмірге құштарлығы артып, әңгіменің қысқасы сол қоянның ыстық қанынан жазылып кеткен жаңағы жігіт. Енді біреуге өтірік, біреуге шын. Мен де естігенімді айтып отырмын. Үлкендердің айтқаны ғой енді. Бекерден бекер әңгіме емес. Біреу болмаса біреуге пайдасы тиер деп айтып жатқан. Ер жігітті қоянды қамыс өлтіреді, ер жігітті намыс өлтіреді деп. Қоянның қанының да емі бар екен. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бауырларымыздың денсаулығы мықты болсын, бауырымыз бүтін болсын тек. Аман болайық, сау болайық.